Сырттағы деструктивті діни ағымдар онлайн медреселер ашып жатыр. Бұл радикалдардың цифрлық платформа арқылы жастарға құрған тағы бір тұзағы, яғни келешекте болатын ойранның орнын дайындап, дәнегін себет. Онлайн курстар не үшін қажет? Ауқымды аудиторияны қамтиды, құпиялылық саясат сақталады, тапсырма қашықтан беріледі, халықаралық террорлық ұйымдарға қаржы жинайды. Онлайн медреселер жүйесінің жетекшісі Содик Мухаммадиев. Ол әлеуметтік желіде Содик Самарканди лақабатымен танымал. Өзбекстан Республикасында дүниеге келіп, Мысырда оқыған. Араб тілін тегін үйретеміз деген желеумен талайды лаңкестер ордасына айдап салған. Содик Самарканди Катиба Таухид валь Джихад халықаралық террористік ұйымының идеологы. Бейресми медреселердің қаупі ұлттың болмысын бұзады, зұлымдықты ұлықтайды, буквализмге байлап, халықаралық террорлық ұйымдарға жендет дайындайды. Араб тілін үйрететін бейресми марказдардың қалтарысында жеке қорлар тұр. Өз саясаты, мүддесі бар. Түрлі тартыс кезінде сол орталықтар жұмсақ күш ретінде алғы шепке шығады. Ал соқыр сенімге ергендер тасадағы қожайындарының шоқпарына айналады. Мұндай мысал аз емес. Дойыр догмамен жастардың миын шырмайтын псевдо-шейхтардың шатпағына сеніп, бүлікке батпау үшін діни білімді елде алған абзал. Қазіргі уақытта діни сауатын ашып білімін арттырғысы келген, не осы саланың маманы болуды мақсат тұтқандарға бар жағдай жасалған. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университеті мен 9 медресе колледж жұмыс істейді. Бұдан өзге зайырлы білім берудің бөлігі ретінде еліміздегі жоғары оқу орындарында дін танушы мамандар даярланады.